Құрметті білім алушылар, бүгін 8-ші лекцияны бастағалы отырмыз. Бұл лекцияның тақырыбы форманың жаңашылдық сипаты деп аталады. Форманың жаңашылдық сипаты дегенді әртүрлі бағытта, мысалы, түсінуге болады. Музыкада, әдебиетте, сол сияқты, мысалы, біздің дизайн өнерінде де осы форма ол сол арқылы біздің жаңа формаларымыз жаңа форманың өзі сипаты анықталады. Жаңа әдістер, жаңа композициялық тәсілдерді енгізу мәселелері қарастырылады. Ондай дәстүрлі силуеттерден тыс симметриялы трансформацияланатын немесе жаңа бір талаптарға сәйкес модельдік пішіндерді қолданумен ерекшеленеді. Дәстүрлі тігістердің орнына қаптамалар, біріктіру, қабаттау сияқты тың тәсілдерді пайдалану, мазмұн мен форманың үйлесімі, жаңа форма жаңа идеяны жеткізуге қызмет етеді. Мазмұн мен форманың үйлесімі киім дизайндағы маңызды қағида. Жаңа форма тек қана көрініс ретінде ғана емес, ол идеяны, жалпы қажеттілікті жеткізетін құрал қызметін атқарады. Киімнің пішіні, силуеті, сызықтары, құрылымы дизайнер ойлаған мазмұнды нақты көрсетеді. Сыртқы бейне менен ішкі бейненің мәні бір-бірімен қайшы келмей өзара толықтырып тұруы қажет. Көркемдік эстетикалық ізденіс әдеттегі үлгіден шығып, тың тәсіл арқылы жаңа сезім тудырады. Шығарманың негізгі қозғаушы күші осылар болып. Үлгілердің жаңа көркемдік шешімдері арқылы тың әсерменен ерекше сезім тудыруы мақсат етеді. Қалыпты пішіндер менен тәсілдерді қайта ойластырып, олардың жаңаша қырынан ұсыну, ерекше композиция, күтпеген форма, түстердің батыл үйлесімі арқылы жаңа әсер қалыптастыру мәселесі. Тиімділік пенен ыңғайлық форманың жаңалығы тек әсемдік емес, қолдануға ыңғайлы болуға. Мысалы, киімнің формасы маңызды қағидалардың бірі. Форма барлық дизайнерлік шешімнің орталығы деп айтуға болады. Киім қозғалысқа ыңғайлы жасалуы тиіс. Ұзақ уақыт киюге қолайлы болуы қажет. Уақыт талабына сай болу керек. Қоғамдағы өзгерістер, жаңа технологияны, жаңа көзқарасты бейнелеуі. Киім дизайнында заманауи қоғамның өзгерістерін, жаңа технологияларды және жаңа мәдени немесе эстетикалық көзқарастарды ескеруді қажет етеді. Бұл қағида киімді тек әдемі немесе функционалды ғана емес, қазіргі заманға сай өзекті етуге бағытталады. Киім қазіргі әлеуметтік мәдени және экономикалық жағдайларға сәйкес болуы тиіс. Мысалы, өнерде реализмнен модернизмге, модернизмнен авангардқа ауысу. Мысалы, енді осы жаңа тренинг, топтық жұмыс, цифрлық форматтағы сабақ, осының бәрі жаңашылдық сипатына өзгеріс әкелетін функциялар, соған әсер ететін мәселелер болып табылады.